Күн сайын Қазақстанның жүздеген қалалары мен ауылдарының тұрғындары Каспий магазиннен тапсырыс алады. Әрбір тапсырыстың артында мыңдаған адамның еңбегімен бірегей заманауи технологиялар тұр. Бүкіл елді біріктіретін бұл жүйенің қалай құрылғанын біздің тілшіміз зерттеп көрді. Каспий сатушыларды бүкіл ел аумағындағы миллиондаған сатып алушымен байланыстырады. Көптеген қазақстандық өндірушілер үшін бұл өз тауарын елдің кез келген аймағына жеткізу мүмкіндігі. Мысалы, Абырой бренді өнімдерін Қазақстанның барлық ірі қалаларында бірден сата бастаған. Каспий жеткізу оның өте бізге көмегі зор болып жатыр. Шымкент өңірінен бастап Ақтау, Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар, Қостанай, Өскемен өте сенімді түрде апарып бере аламыз. Уайымымыз жоқ. Бір жерден тоқтап қалады демейміз. Тек өткен жылдың өзінде қазақстандық кәсіпкерлер Каспий жеткізу арқылы 161 миллион тапсырыс жөнелткен. Біз тауардың сатушыдан сатып алушыға дейінгі толық жолын бақылап көрдік. Барлығы тапсырыстарды қабылдау пункттерінен басталады. Қазір ел бойынша осындай 100-ге жуық нысан жұмыс істейді. Оларды Каспий KZ серіктестері дамытып жатыр. Тапсырыстар бұдан әрі өңірлік сұрыптау орталықтарына жіберіледі. Ең ірісі Алматыда орналасқан. Бұл ауданы 30 мың шаршы метр болатын Замлер компаниясының хабы. Қазіргі таңда Замлер компаниясы Қазақстан бойынша 8 ірі қалаларда жұмыс атқарып жатыр. Ең басынан алып келетін болсақ, кішігірім қоймадан бастаған болатынбыз. Ол кезде 10-15 адам ғана жұмыс істейтін болатын сұрыптаушы болып. Қазіргі таңда 2-2,5 мың адам жұмыс істейді. Қазір барлық жүйе автоматтандырылған. Жыл өткен сайын компаниямыз өте қарқынды дамып, ұлғайып келе жатыр. Қазіргі таңда көптеген қоймаларымыз бар бүкіл Қазақстан бойынша. Біз тек қана Каспий KZ-пен ғана жұмыс істейміз. Осы тауарлардың бәрі ұлғаюы, саны ұлғаю осы Каспийдің арқасында. Өңірлер арасында тапсырыстар жүк көліктермен, пойыздармен және тіпті ұшақтармен тасымалданады. Осылайша бүкіл ел бойынша бірыңғай логистикалық желі қалыптасады. Сан Логистикс компаниясы Каспий магазиннен сатып алынған жиһазды тасымалдауға маманданған. Біздің компаниямызда 15 жуықтай адам болған. Қазіргі бағытта 200-ден астам адам жұмыс жасап отыр. Қазіргі бағытта бізде жүк көліктерінің саны 10 жүк көліктен астам, және де ол бағытта біз өте жақсы дамудамыз. Біз күнделікті Қазақстанның бүткіл қалаларына апарамыз. Каспий біздің шағын орта бизнесімізге өте жақсы көмек көрсетіп отыр. Каспий бізге көмек бойынша бізге автоматизацияны қосты, бізге қалай заказдарды дұрыс жолмен апару, нығаттану бүткіл бағытта көрсетіп отыр. Тауар қажетті өңірге жеткен соң, оны Каспий мен серіктес курьерлік компаниялар қабылдайды. Қазір ел бойынша олардың саны шамамен 60-қа жетті. Өңірлердегі көптеген жеткізу компаниялар үшін Каспий мен жұмыс істеу бизнесті дамытудың нағыз мектебіне айналды. Бір күнде біз 30-40 мың заказ жеткіземіз Алматы бойынша. Алматының өзіміздің аймағымыз бар. Сол аудандарымыз бар. Каспий платформасы МСБ-ға өте үлкен күш қуат береді, өсуге, өнуге мүмкіндіктер береді. Өйткені қаншама мыңдаған магазиндер бар. Біз сияқты курьерский службалар бар істеп отқан. Каспий KZ компаниясымен біз о басынан бірге дамып, өсіп келе жатырмыз. Ел бойынша тапсырыстарды жеткізуге 10 мыңнан астам адам жүргізушілер, курьерлер, қойма қызметкерлері, логистика мен қабылдау пункттерінің мамандары қатысады. Жүйенің үйлесімді жұмыс істеу үшін Каспий командасы өздерінің қазақстандық IT платформасын әзірледі. Онда әрбір тапсырыс жөнелтілген сәттен бастап клиентке тапсырылғанға дейін толық көрініп тұрады. Бізде жеткізудің әртүрлі кезеңінде бір уақытта 2 миллионға дейін тапсырыс болуы мүмкін. Бұл ағының бәрін басқаруға біздің Logistic Operation Management платформамыз көмектеседі. Ол бір уақытта барлық қоймаларды, ұшақтарды, жүк көліктерін басқарады және осының бәрін бір жүйеге біріктіреді. Бұл Каспий командасы жасаған құрал. Сондай-ақ біз серіктестеріміз үшін жалпы ереже стандарт әзірледік. Бұл бізге жұмысымызды жылдам әрі сапалы орындауға көмектеседі. Курьерлер тапсырысты есікке дейін немесе Каспий постаматқа жеткізеді. Қазақстанда қазірдің өзінде 10 мыңнан астам Каспий постамат бар. Ол тек қалаларда ғана емес, көптеген ауылдарға да орнатылған. Жеткізу қызметі өте ыңғайлы. Осы постаматқа келді, жұмысым да жақын, үйіме де жақын, өзіме де ыңғайлы келіп не ала салдым қазір.
Тек соңғы 3 жылда ғана Каспий жеткізуді дамытуға 200 миллиард теңгеден астам инвестиция салды. Осы уақыт ішінде Каспий магазин мемлекетке 336 миллиард теңге салық төледі. Бұл серіктес дүкендер мен логистикалық компанияларды есептемегендегі көрсеткіш. Жалпы алғанда бұл жүйе ел экономикасына ауқымды деңгейде әсер етіп отыр. Арақашықтық пен халық тығыздығының төмендігінен жақында ғана Қазақстанда логистиканы дамыту тиімсіз деп саналатын, алайда Каспий бұл түсінікті толық өзгертіп, дұрыс ұйымдастырылған жеткізу жүйесі барлығына тиімді екенін дәлелдеді. Салтанат Шырынхан, КТК, Алматы.